Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз тауық етінен пеште пісетін котлет жасайтын боламыз. Өте жылдам дайындалады, 30 минутта дайын болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Керекті заттарды описанияға жазып кететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің парақшамды қолдап кетіңіздер. Бізге керекті заттар 1 келі фарш, тауық етінің фаршы және 1 пияз, 1 сәбізімізді блендерден өткізіп саламыз. 1 жұмыртқамызды, тұзымызды, бұрышымызды салып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз осылай. Ендігі формамызды дайындаймыз. Үстіне пергамент бумагасын салып, қасығымызбен котлеттеріміздің формасын келтіреміз. Дәл осылай салып шығамыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз духовкамызге салып. Мінекей 30 минуттан кейін біздің котлетіміз дайын болды. Өте сочный, керемет болып шығады. Мен котлетті пюремен ұсындым. Сіздер басқа да гарнирде ұсынсаңыздар болады. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсамал.